Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге ауызашарға өте жеңіл, өте дәмді екі салат дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен салатымызға соус дайындайтын боламыз. Бізге керек заттардың мөлшерін видеоның астына жазып қоятын боламын. Шұңғыл ыдысқа соя тұздығын құямыз, сұйық май, алма уксусын құйып, жақсылап араластырып алып, қант қосамыз. Қантымыз ерігенше кішкене араластырып, оған күнжітті қосамыз. Күнжітті мен құрғақ табада 1-2 минут қуырып алдым. Қуырып алған күнжітпен өте дәмдірек шығады. 2 салат жасағандықтан мен бұл құрамды 2 есеге көбейтіп жасадым. Сіздер де өздеріңіздің қалауларыңызша көбейтіп немесе азайтып жасауларыңызға болады. Салатымызға тұздығымыз дайын болды. Енді салатымызды турауға көшеміз. Бізге керегі қызанақ, моцарелла және сәндеу үшін көк шөптер. Қызанақты дөңгелектеп кесіп алдым және моцарелланы турап алдым. Менде моцарелла үй жағдайында дайындалған. Рецептін описаниеда қалдыратын боламын. Барлығын осы видеодағыдай қойып шығып, көк шөппен әсемдеп, үстінен дайындаған тұздығымызды құйып шығамыз. Салатымыз дайын болды. Өте жылдам әрі өте дәмді салатты дайындауға кеңес беремін. Екінші салатымыздың да жасалуы өте оңай әрі дәмді салат. Бізге керегі қызылша, моцарелла, қызанақ және көк шөптер. Барлығын 4 бұрыштап турап аламыз. Көк шөптерді өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Менде руккола мен шпинат. Барлығын жақсылап турап алып, ыдысқа салып, оған бағана дайындаған тұздығымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Салатымыз дайын болды. Бұл екі салатты ауызашарға немесе мерекелік дастархандарға дайындауға кеңес беремін. Дайындалуы өте жеңіл әрі дәмді салаттар. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау басып, лайк қоюды ұмытпаңыздар, комментарий жазыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.